Құрыш, жоғалш, құрып кетш, құдай атқыр, топас, тауық ми. Қалай саған? Жағымсыз сөздер ма? Бұл сөздерді бұл бөлімде көп айтамын деп, жалпы ернімнен ұшық шығарып алдым. Бірақ оған мән бермеңіз. Бұл сөздер болған сөздерге жата бермейді. Бірақ олардан бірнеше есе ауыр болып келеді. Осы сөздердің біреуін сіздерге алып айтса, оны қалай қабылдар едіңіз? Білем, я сізге ұнамайды, өйткені құрыш деген сөз, жалпы мағынасын айтқанда құрып кетші. То есть орысша айтқанда исчезни деген сөз ғой, то есть пуф, да, испарись. Өліп қалшы дегенмен бір дейді. Бірақ әркімге әртүрлі. Мысалға мен үшін бұл тым ауыр сөз. Алайда менің байқауымша құры және жоғал сөздерін өмірде жергілікті тұрғыда емін-еркін пайдаланатын адамдар бар екен. Яғни олар бір-біріне емін-еркін құры, жоғал сөздерін айта береді екен. Мен солай сөйлейтін адамды тауып, одан сұрағым. Неге деп? Нәтижесінде өзім құрғыр болып қалдым. Бұндай сөздерді пайдаланатын адамдардың бір ортақ әңгімесі, олар байқамай қалады екен. Тіпті мағынасына да мән бермейді екен. Ернар Айдаров студио дейсің. Мән де бермеппін шынымен. Ондай қатты мән бермедім. Солай қалыптасып қалған. Жарайды, солай болған жағдайда да бұл сөздерді ары қарай пайдалана беруге бұл себеп емес қой? Солай ма? Топас деген сөз ше. Тауық ми, қақпас, адамның самооценкасын носкесіне түсіріп жіберетін сөздер ғой. Бұл сөздер жалпы сенде сана жоқ, ми жоқ. Яғни мына жерің пустой деген мағына береді да. Бұл сөзді кімдерге айтасың? Білмеймін енді. Енді бұл сөздерге лайықты адамдар бар шығар. Мысалға мен текстті қайта айтып ұмытып қалып жатқан. От тауық ми деп маған айтуға болады. Жалпы бұл сөздерді айтпасаңыз да біреу-біреудің айтқандарын естіген шығарсыз. Егер де айналаңызда ондай адамдар болмаса, құттықтаймын. Сіздің ортаңыз жақсы. Адамның басына теріс ой салатын сөздер көп. Бірақ бұл сөздер адамның санасына тікелей әсер ететін сөздер. Психикасы оған дайын емес, немесе санасы әлі қалыптаспаған адамдар үшін, мысалға жастарды мен балдарға бұл сөздерді естімеген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай балдарына бұндай сөздерді айтатын ата-аналар да аз емес. Менің ең қиын, ең ауыр деп есептейтін сөзім ол құдай атқыр. Сездіңіз ба? Таза қарғыс қой бұл дейтін. Өліп кет деген сөз тіпті ойнамай қалады. Андай высшая форма ғой кәдімгідей. Андай эпик қой, короче. Енді бұл сөзді кімге айтасың? Біреуге айтсаң, сауаптарың тіпті бір минусқа етіп қалатын сөз сияқты ғой. Басқа не айтайын? Көп сөз керек емес. Жарайды. Жалпылама айтқанда бұндай сөздер кең майдағы еліміздің көп мекендерінде кездесе береді. Мен білмейтін сөздер болса, комментарияға жазып кете салыңыз. Мүмкін бұл видеоның екінші бөлімін түсіріп қалармын. Негізінде жеке өзім ауылдық мекенде тұрғандықтан бұндай сөздерді жиі естігем. Маған ешкім айтпаса да, біреудің біреуге айтып жатқанын көретін едім. Маған бұл нәрсе ұнамайды. Халықтың жақсы жағына өзгергенін қалаймын. Менталитеттің дамығанын қалаймын. Сондықтан біреу болмаса біреудің санасына жақсы әсер етем деген ниетпен бұл видеоны түсіруді жөн көрдім. Көп просмотр жинамасам да, бұл видео өз көрерменін табады деген ойдамын. Атам қазақ айтқандай, айтысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас. Сіздермен бірге болған Мырзабек Нұрсұлтан. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіз. Келесі видеоларда көріскенше.